Қазкөліккәсіп қоғамдық бірлестік темір жолшылардың балаларына жазғы экскурсия ұйымдастырды. Қазақстанның барлық өңірлерінен 120 бала елорданың мәдени және ойын-сауық нысандарына барды. Кеше біз музейға бардық, содан кейін қайықта паркқа бардық. Қайықпен кәшендік. Атырау қаласынан келдім. Менің әкем пойыздар жүргізеді. Біз кеше музейге бардық және паркқа бардық. Маған өте қатты ұнады. Астана өте әдемі қала. Мен Астана бірінші рет келіп жатырмын. Астана маған қатты ұнады. Мен Қарағанды облысынан келдім. Мен әкемнің жұмысынан маған путевка берді Астанаға. Бірақ бірінші рет келіп тұрмасам да маған өте ұнап жатыр. Біз кеше этно-мемориальный паркқа бардық. Сосын бүгін маған бәрі ұнап жатыр. Астана бірінші рет келдім. Кешеден бері қыдырып, әдемі ұнап отыр. Бұл енді кәсіподақтың ойластырған іс-шарасы. Осы балалардың әке-шешелері, ата-аналары түгел теміржолда қаржымай талмай теміржолдың өсіп өркендеуіне жұмыс істеп жатыр. Сондықтан олардың балаларын біз өз міндетімізге алып, осы жерде демалдырып жатырмыз. Сондықтан бұлар енді Астанаға келіп, бұлар қаланы көріп, көп әсер алып, ертең күні жақсы көңіл күймен елдеріне барып, осы көрген білгенін сол жерде балалармен, өздерінің сыныптастарымен бөлісіп деген ойдамыз. Айта кетейік, кәсіподақтың жазғы экскурсиясы 2018 жылдан бері өткізіліп келеді. Осы кезеңде бағдарламамен 800-ге жуық бала қамтылды. Подобные поездки – это в первую очередь результат. Мұндай сапарлар ең алдымен мемлекетіміздің игілігі үшін темір жолда жұмыс істейтін ата-аналардың еңбегінің нәтижесі. Сапар көп балалы және аз қамтылған отбасылар үшін ұйымдастырылған. Көптеген балалар елордаға алғаш рет келгендері белгілі болды. Ұйымдастырушылар мұндай акциялар балаларға оқу жылы басталғанға дейін күш пен әсер алуға көмектеседі деп сенеді.